Сәлем достар, бүгін сіздермен бананды пирог дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызды сарысынан бөліп аламыз. Сарысына жарты стакан қантымызды қосамыз. Майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды ақырындап қосып отырып илейміз. Қалған ұнымыздың барлығын қосып илегенде бізде қатты қамыр болып шығады. Қаттырақ болып шығады. Қамырымызды жақсылап илеп, банандарымызды турағанша тоңазытқышқа алып қоямыз. Банандарымызды қалауымызша дөңгелек етіп, сопақша етіп турауымызға болады. Туралған банандарыңызға қалауыңызша сахарная пудра, ванильді сахар қосуыңызға болады. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, формамызға жаямыз, қырларын көтеріп. Банандарымызды қойып шығамыз. Банан бізде артық қалады, қалауыңызша екінші қатар қойып шығуымызға болады. Қаймағымызға сахарная пудра, кокосовая стружка, ванильді сахар қалауыңызша қосуыңызға болады. Араластырып жақсылап құйып шығамыз. Духовкаға 180 минутқа қоямыз. 20 минут ұстаймыз. Ақуызымызды миксерлейміз. Қантымызды ақырын қосып отырып миксерлейміз. Дайын болған массаны дайын болған пирогтың үстіне жағып шығамыз. Духовкаға 10 минутқа қоямыз. Пирогымыз дайын болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Қарағандарыңызға рахмет.